Теге үйде фотографияларны таратып қойғаш, фикірлер туадыр. Мен айтам, юлға шыққаш, саф һавада фикір көбейіп кетер. Тиран мағыналы фикірлер туыр деп үмітләніп шықсам, әлі міне ол нетмей, қайсы уақытта міне көңіл тарта, шул хақта сөйлесе келе, енді уақытта енді бір шул тігі туған күн бәйрәмі яқын болмаса да қызық етіп сөйлесің бір нәрсе шунда файдалы. Енді ертеге мәселен ол халықлар халықара туған тіл күні болса да, шуға қарамастан машина келе тезірек. Шуны қарамастан мәселен фикірні жоғалтасына қоясың шылты. Бір нәрседір сөйлерге керек. Ол қазір бигрәк та мәселен телевизор кіші қарайда нендей сөз ең бірінші ойына келе, іске келе, қатырына шуны қолдана башлай. Тыңнап қарасаң, кіші өзіне қалса татарша сөйлемдей, аны уақытында қатта рәсәй де сөйлегенлер засоряют язык деп шынкібік міне бұл шүп етіп әлләнде сөздер қолданалар. Яшьләрнең жаргоны, сленг тігі, яшьләрнең шул дейлер, шунасын шетелдә қолланған сөзлер, өзен тігі көрсетесі келен инде икәнне кіші мәселен түрлі сөзлер қоллана. Жәмғиятта мәселен кіші софт өзен туған тілінде сөйлешкен кіші анарға бик ихтибар да етмейлер. Аны біраз тігі уақытында аңына сіңдіріп қалғанлар. Туған тілінде сөйлешкен кіші ол емеш оңмаған, отсталы деп айталар. Эт үрәді, карван кетіп барады. Шуға көре мәселен біздің халықта ғұрлана тұрған сәбебі бар анын мәселен тілі білен. Ана енді 14 мың не барысы чукчыларын алығыз. 14 мың не барысы қалған. Алар өсмейді саны. Шында қарамастан алар тілінде сөйлешелер, жырлар башқаралар. Аларда қарасаң, анда әлік 150 мың халық ешеген. СССР шырында қазір 47 мың ебарсы халық қалды. Шында татары бір қарағанем 3% мі татар. Ол уақытта да мәселен 3 мың татар ешеген. Міне енді айттыңыз, кім тілін сақлап қалды біраз? Шул 14 мың чукчылар ма, әлі 3 мың татар ма? Ортындағы тұрған 8 миллион миллетташы мәселен. Бұларының бірнеше мың чукчы ортында 14 мың миллетташлары мәселен. Айтыңыз, қайсы халықта сақланды? Мен міне Чукотқа барсам, мен енді айта алам мәселен. Анда сақланмады татарлар арасында тіл деп. Міне шулай алар түрлі түбәгіне барады. Бірінші ақша деп. Ақша деп. Ана айтасың келе СССР шырында 56 еліні мәселен 61 еліні шул тігі біздің ауылға сөйлеген еменді неше тапқыр Татарстанның районларынан, хатта Кукмара район, қайсы районларынан татарлар келген, арасында крашнер де келген мәселен. Шунда мен әлі қараған ем, аны почтада бір туған апама ярдәм етіп бердім. Шунасын ол Татарстанға кеткеш, мені енді бір ярты ставқа кірттілер де, мен шуны нәрсе шунда ихтибар еттім. Татарстаннан, Қазаннан келедір, ватаным Татарстан газеті. Ватаным Татарстан, жоқ, ғафу етіңіз.
не социалист Татарстан, қазір ватан Татарстан, социалист Татарстан исемлі газет келеді хатта. Ол бит не Мәскәүдә шықмаған централизованный келу мәселен. Ол шыққан Татарстанда, аны тігі почта аша шылай тігі бандероль кебек келіп тұрды, ол газетлер алар оқыдылар. Шынан соң Азат хатын журналын яздылалар ялар, алып тұралар е. Хатта ышанмассығыз, мен мәселен алар шабан болып ішлері, күтуші болып дейміш. Тағы неде ішлерді шығыланы берейлер е. Мен аларын тігі нәрсе деп айтылар, будкамы. Шында, шул ішлеген жеріне кірсем, шында ихтибар еттім. Меңа бұл сәйрие, шынтігі бізді үйде біз yazılмайдырық, татарша үйіндеп оқымадық. Анда уақытында, мәселен, Қазан Татарстан китап нәшіретінен yazылған китаплар болды. Әкиятлер, мәселен, мыңда бір кеше, тағы бір нәрсе, шуларны yazылып, почташа алып, бізге жеңге ұшылақтан тумышы шуннан, шуна күрә ул бізге аңлатырып берәдір, оқып берәдір. Біз әлі сабый болдық уақытта. Ол шулақтан болғанға күрә татарша бізге әкиятлеріні оқидыр, шул нетәдір. Біз бұлай Татарстандағы журналларға көз ташламайдырық, қызықсынмайбыз, чөнки біз татарша юнлап білмейдірік. Менә шунысы аптыратты, мен қарасам, анда жәмәғат Қазан утлары журналы. Шуны да yazылғаннар алар. Шул Қазаннан келіп тұра екен, почташа, бандероль рәвішінде. Алар шуны кірәшінлер, шунан келген татарлар, алар ауылда бізде тұрып, Оренбургасы Қазақстан шегінде, міне 700, әлі 1000 яқам, 1000 яқым, 700 шақырымнан артық біраз шул жерден келген ол почташа аларға журналлар, алар шуны оқып, татар тілінде оқып ятқанлар. Хатта ол алар келгеш, біраз тігі саф татар тілінде сөйледілер, біздің ауылдағы кішілер тігі қазақ тіліне тарафына біраз өзгерген тілі біз. Шуна көрі сәйірі біздің ауылдашыларға, татарларға іштерге аларын сөйлешкендерін. Алар хатта біраз шай артып, қайдадыр қойсы уақытта күлімсіреп, шул тігаларыны сөйлешкеніне аптырап тұралар. Енді алар менімше келген кішілерінің хақы болды. Ушындағы тұрған татардан біраз шай артып күлімсіреге, шынки алар тілі алай сақланмаған. Сұқланырға болды енді. Міне әфәрин, туған тілігізді ұнтмаған секен деп, алар менімше аларға ол болды. Өзіне қалса бір таяныш, шынки хатта кірәшінлер. Мен аларыны яңа тігі ауылының яңа бөлігінде бек көп көзге ташланмады. Урыслар, мәселен, ол православ болса да кірәшін, анда урыс яғы болды ауылының, орта қырай деп, средний край деп. Хатта анда да көзге ташланмады, әміне татар яғында, қазақ, татар яғы деп аталыдыр, шуны ауылының шейті. Анда келіп орнаштылар көбісі. Шынки тіл яқын. Кірәшінлер болса да, аралаш татар білен шында урамда тұрдылар, бір тілде сөйлешіп. Міне аларға бір таяныш болды. Мәселен, ауылға келгеш, тігі комедия бар бейт, чудовище деген ме, шында шалтыратып ята Бельмондо. Өзі Бельмондо бүтән бір актер еміш. Анарға шаған, шундан телефонна сөйлешейміш, тігі шақыра ресторанға, тігі сәйт жауап телефон айтак. Приятная неожиданность дейді. Шун көбік приятная неожиданность бұларға болды. Келділер мұнда татарлар яши. Аларға таяныш болды, алар рахатланып. Кең көләңді қолландылар туған тілін. Бізге де ярдәм болды, таяныш болды. Шынки алар Татарстаннан келгеш, татар көбайып кетті біраз. Енді біздің апаларыбыз, әбилерібіз, әлікті енді біздің тырышалары тіліні сақлағыз деп
үгіт насихат беріп тырышалар. Енді қазір енді аларды келіп саф татар тілінде сөйлескеш ярдәм болды шул. Менә асыңнан енді біләсіз, енді қазір Татарстан яңа ғасыр мәсәлән қарыйлар каналны, тағы қайсыларын қарыйлар, алар біраз үз тілінде, шуңа күрә тілгә андый қорқыныш та юк. Шунда да әйтәсе килә, мәктәптә укымаганга күрә, рәсми рәвештә укымаган күрә, шуңа күрә инде алар бүтін шартлар тудырылды дип әйтеп булмый. Шунда карамастан ярдәм килгәч инде анысы да яхшы телевизордан. Элек без зар какшап йөри идек, мәсәлән, анда-санда тик Казанны тыңлап, татарча сөйлиләр, концертны тыңлап карый идек. Ул вакытында менә булган, мин киномеханик булган чакта билеп алдым, соңрак инде бик соң татар теленә тәрҗемә иткән кинолар да булган икән. Ул безнең авылда бәлки Шипшиста татар авылы, анда мәсәлән Ажур дигән, анда бәлки булгандыр, кем белә, белмим аны. Татар телендә тәрҗемә итте, теге дубляж татар телендә кино бәлки килгәндер. Безнең авылда белмәдек анда. Әгәр дә белсәк, мин аны киномеханик буларак инде заказлар биреп татар телендә кинолар нитеп, аны казак халкы да йөри, урыс да бер кызыксынып, алар бит урыс телендә ул киноны белә, мәсәлән. Әле безнең әтияни никахлашканга, никах, менә машина шуңа күрә. Никахларына 50 елмы туганга күрә шул. Аларга багышлап мәдәният йортында бер тантана булды. Шунда абыйым теге профсоюзның җитәкчесе буларак, рәисе Оренбургдан заказ иткән татар телендә шул теге дубляж. Анда да әле юннесе булмаган. Инде өлкәнәйгән кешеләрне мыскыл иткән шикелле, еще раз про любовь дигән Доронина гел шунда караватта ята ир белән. Син мине сөясеңме, мин сине сөям, син мине сөясеңме, мин сине сөям. Гел шул теге караватның күренешләрен, постельнысын, ягъни гел күрсәтеп, буларны мыскыллаган кебек шул иттеләр. Ансыда, шунда да ярый, урысча әйтә, на без рыбы, рак рыбы, шул кебек. Монда да инде татар телендә булгач, ансыда ярый. Менә шул җәмәгать авыр чорлар узды. Біраз тілібіз сақланып қалды ауылда. Анда инде біз ауылыбыз, мәсәлән, ул 1880 жылны ұйышқан шақта, хатта анда бір шейті болған татар сәудагерлер, аларға хөкүмәт қысмаған аларны, шуңа күрә алар бергә шул теге Рәсәйнең үзәк губернияларына килгән адәмләр белән бергә, анда әйттем бит, шул хатта килгән украиннар Полтава өлкәсеннән, губерниясеннән, алар урыслашып беткән. Булар казак, бераз инде татарлар булганга күрә телен саклап калды. Бездә шулар аркасында, чөнки бергә җыйналышкач, инде мәсәлән, ул кеше кемдер килеп бәйләнер, бездә анда авылда булмыйдыр ул хәл, мәсәлән. Ник син урысча сөйләмәсең дип бәйләнмиләр, чөнки мәсәлән шул казак татарча кайсы вакытта тырышадыр сөйләшергә, татар казакча, шуңа күрә безгә андый гаип яга алмыйлар ялар. Вот, хәзер менә миңа тегендә, наверное, тагымда менә ЖЭКка бара кирәк, кешеләр бар әле. Шуңа күрә менә шул электән килгән атмосфера дип әйтәләр инде. Шул атмосфера булганга күрә телебез бераз сакланып калган. Инде берәү дә сакланмый, хатта мин менә Рәсәй күләмендә тыелган бер социаль шелтәр бар, шителдән ул. Аны әйтеп тә тормыйм инде. Шунда мәсәлән татар сүзләр куллансам, миңа кайсы вакытта берсе үзен үлләкемгә куеп, менә белгеч итеп үзен мине төзәтеп, әле нинди рәвештә ул әле шундый тәртипсез, бераз хөрмәтсез, мине хөрмәтсез төзәтергә тырыша. Мин инде ачуым килде, яздым. Сез менә монда
татар арасында туып үскәнсез, тәрбияләнгәнсез, радиода, татарча телевизорда анда-санда яңалык бирсә дә, концерт бирсә дә, мәсәлән, без анда урыс авылында үскән, сез без белән сокланырга тиеш. Ичмасам, менә афәрин, телегезне саклагансыз дип, шунда бераз төзәтергә була, нитеп. Шундый ипле генә, былай каты сүз язып анда кайсы вакытта мыскыл белән шикләнгән сүзләр белән кулланырга ярамый дип уйлап куйдым да, шуңа күрә ачуым килде. Хатта соңыннан түзәлмичә шуны хатта язып та куйдым. Менә җәмәгать рөхсәт булса икенче бүлекне тамамлыйм, бу өченче бүлекне туган телгә багышланган. Исән-сау торыгыз. Киләсе очрашуларга, чыгарышларга кадәр дәрсләр. Сау булыгыз.